Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың аты дайындау жұмыстары түрлері мен жабдықтары. Біз әрқашанда білеміз, дәнекерлеу конструкцияларын жинап дәнекерлеуден бұрын ең бірінші дайындау жұмыстарын жүргіземіз. Дайындау жұмыстарына қаным тілмен профиль өнімдерін түзету жатады, екінші өлшеу және таңбалау жатады, үшінші кесу операциясы жатады, төртінші шеттері мен ұштарын өңдеу дейді. Кескеннен кейін кемірдің шеттері былайша айтқанда кішкене бүлінеді. Сол шеттерін түзеу үшін біз оны өңдейміз. Содан кейін үю операциясы жатады, бұрғылау операциясы. Металлды плазма жабдығымен кесу болып аталады. Бірінші кесуден бұрын біз металлды тазалап аламыз. Міне қазір бұрғылау тазалай жақсылап, бұрғылау таза. Ал мен айтайын деген плазмалық резко құрал жабдық туралы бұл өте сондай қазіргі современный плазмалық кесу. Бұл жүздеп аталады. Аппарат құрал жабдық. Жақындап көрсек. 100 амперлік аппарат, 2-4 такты 30-50 мм металдың қалыңдығын кесе алады. Кеседі. Қаның бетін тазалап алдық. Енді осы дайындамаға белгі салуымыз керек. Белгі салғанда өлшеуіш құралдарын пайдаланамыз. Біздің тұрғыда мынау сызғышпен мен қазір өлшеп белгі салам. Содан сол белгіні плазмалық құрал жабдықпен кесетін боламыз. Мына дайындамамыз 250 мм, соның жарысын аламыз. 125 мм. Екінші жағын өлшейміз. Оны өлшеу және сызу немесе белгі салу операциясы деп аталады. Енді осы сызық бойынша біз кесеміз металды. Оқушылар тура осыны сызықтың бойымен мен металды кесуім керек плазмалық құрал жабдықтың көмегімен. Мынау келесі операцияның түрі плазма резко жасап болғаннан кейін біз металдың жиегін тазалауымыз керек. Металдың жиегін тазалап, жұқалап, жонып алуымыз керек. Дайындама жұмыстары туралы біз айттық. Дайындама жұмыстарының ең негізгісі мына металды тазалау екі жағын. Көрдіңіз бе, қандай кір металл, осыны тазалау.